Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты, мой ангел, ты моя мечта. Даусым ондай күшті емес та енді. Андай эффект қосып жібер. Менің есімім Бершбаев Дәурен, Есенов университетінің электроаналитика мамандығының 3-ші курс студентімін. Тек қана алға жүру. Әкем қалай жүрді, мен дәл солай жүремін. Енді соның жолын қуып, соның ойларымен бірге тұспа-тұс келемін. Бақытты болу үшін бірінші сен өзіңнің денсаулығың болу керек, және де отбасыңнан берекет. Әрине, әрбір адамның өмірінде өкінетін кездері болады. Бірақ енді оны артқа тастау керек. Мысалы? Айта алмаймын. Өмірімдегі ең қызықты бір оқиға болды. Менің дос балам болды. Қыста мұз болады ғой. Сол мұзға жүгіріп барып, сальто бірдеңе істеп, иығын сындырып алғанымыз бар. Сондай қызық оқиға болған. Телефон, ақша, кілт. Байвик жанрындағы фильмдер. Мамандықты мен құрттай кезімнен бері осы энергетика, электрика мамандығына жақын болғасын, кішкене шашып, құрастырып, жинауға жақын болғасын, осы мамандықта мектеп бітірерде соған тоқталдым. Есімнің мағынасы өмірімнің бақытты сәттері деген мағына. Мен достарым Дако дейді, үйдегілер Чахын дейді. Қалай? Чахын. Ағайындарым солай айтқан, атап кеткен. Құрттай кезімде ағам Дәурен дегенге тілі келмей Чахын деп кеткен. Көбінесе рэп, хип-хоп, рок дегенде. Жоқ, ондайға мен сенбеймін. Жалпы магия деген бар шығар, бірақ олардан мен ойлаймын қорықпау керек деп, өзім сенбегендіктен олардан қорқамын. Мен алғаш махаббатымда, қазіргі махаббатымда бір адам. Қара шашты. Менің ән айтуға екенім бар, ол рас. Арасында үйде жүргенде ән айтып, жалпы даусым бар екенін білем. Далаға шығып, баскетбол немесе футбол ойнаймын, немесе де үйде жатсам, компьютердің ойындар ойнаймын, музыка тыңдаймын. Әртүрлі затпен айналысамын. Қайда бар? Жұмаққа. Қарапайымдылық, сыпайылық, адамгершілік. Университеттегі сүйікті оқытушым. Кафедрамның барлық мұғалімдері сүйікті. Алғашқы табысым осы Есенов университетінде жұмыс жасадым. Қабылдау комиссиясындағы алғашқы табысым сол. Ерін кеседен басқа ешер тимеген ғой. Сондай боламын.